Сәлем, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше тағамның түрімен таныстырғым келіп отыр. Момо сяй деген тағам өте дәмді, жасап көрсеңіздер, үйдегі отбасыңыздағы адамдардың барлығын ұнайтын болады. Сондықтан менің видеомды соңына шейін қараңыздар. Ол үшін бізге осында 200 миллиграммдай су керек, жылы су, оған бір шай қасық дрож, бір шай қасық тұзды араластырып, осылай жақсылап араластырып аласыздар. Шұңқыр ыдысқа барлығы араласу керек, дрожжы барлығы. Сосын осылай електен өткізілген ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боласыздар. Қолға жабыспайтындай жұмсақ болып иленіп шығу керек. Барлығын жақсылап илегеннен кейін соңында сұйық майды құйып, жақсылап тағы да иық қанғанша илейтін боласыздар. 2-3 рет осылай илесеңіздер, қамырларыңыз керемет болып көтеріліп шығады. Бетін жауып, бір 20-15 минутқа қойып қоясыздар көтерілгенше. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязымызды турап аламыз. 2 штук пияз, сарымсақ керек, 1 штук, дәміне қарай. Осындай перец қоссаңыздар болады. Менде қызыл, жасыл перец болды. Екеуін де қостым. Сәбізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турай бересіздер. Етімізді тураймыз, картопты турап аламыз, осылай ұзынша етіп. Сосын қызып тұрған осындай тапамызға етімізді бірінші салып, жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Бетін жауып қараңыздар, уже су шығып, су тартылғанша қуыратын боласыздар. Одан кейін пиязымызды саламыз бетіне. Пиязымызды да қызартып алсаңыздар, дәмі өте ерекше болып шығады. Қараңыздар, қызарып, түстері өзгеріп келеді. Енді осы тәтті бұрышпен помидор қиям саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Сіздерде қызанақ жоқ болса, томат пастасын қоссаңыздар болады, өз қалауларыңыз. Содан кейін сәбізді де қосып, қуырылғанша осылай араластырасыздар. Жақсылап кішкене қуырылып шығу керек. Сәбіздің де түсі шығып, әдемі болып шығатын болады дәмі. Қараңыздар, барлығы араласып, күшті керемет түс келтіріп жатыр. Ең соңында картопты салып, тағы да қосқайсыздар осылай араластырып. Қара бұрыш, тұз, дәміне қарай дәмдеуіштер де қоссаңыздар болады. Мен тұз бен қара бұрыш қана қостым. Қараңыздар, уже қызарып, жақсы араласты. Енді 200 миллиграммдай осындай су құясыздар. Суларыңыз қатты тартылып кетсе, үстінен тағы да қосып жіберулеріңізге болады. Осылай бұқтырып қойып, енді қамырына кірісетін боламыз. Кішкене қолыңызды барлығын майлап алып, қамырды 3-ке бөлесіздер. Қараңыздар, 3-ке бөліп, жақсылап дөңгелектетіп қойып қоясыздар. Біреуін енді жаятын боламыз. Қолдың көмегімен оқтаудың қажет етпейді. Қолдың көмегімен осылай сопақша етіп қамырды жайып аласыздар. Қараңыздар, осы дәл видеодағыдай. Маймен осылай жаятын болсаңыздар, тез-ақ керемет болып жайылатын болады. Сосын бетіне осындай укропты себесіздер. Укроппен өте ерекше болып шығатын тағам болады. Осындай корзина жасайсыздар. Көрдіңіздер ғой, екі жағын осылай жабыстырып, пышақпен енді ұзынша етіп турап шығамыз. Осылай кесеміз. Кесіп аламыз. Қазір қараңыздар, осылай сіздерге көрсететін болам. Осындай таяқша болса, ортасынан басып, осындай сызық қалдырасыздар. Көрдіңіздер, сосын қамырды ұзынша қылып созасыздар. Тағы да көрсетем, осылай созып аласыздар жақсылап. Ортасына осы таяқшаны қыстырып, осылай көрдіңіздер ғой, өретін боласыздар. Айналдыра отырып, әдемі өрнек келтіреміз. Қараңыздар, тағы да қамырды созып, сіздерге екінші ретте көрсетіп жатырмын. Жай-жайдан үйреніп алу үшін осындай әдемі болып шығады. Укроптың барлығы бетіне шығып, осылай айналдыра отырып, көрдіңіздер ғой, екі шетін бір-біріне жабыстырасыздар. Сосын мантыварканы жақсылап майлап, мантываркаде бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Өте керемет, дәмі енді ерекше болып жасалады. Мен уже екінші рет жасап жатырмын. Үйдегі балаларыма өте ұнады. Мама, тағы да жасап беріңіз деп күнде айтады. Бүгін тағы да жасадым. Сіздер үшін осы видеоны да түсіріп отырмын. Сіздер де жасап көрсеңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайтын болады. Сондықтан дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер. Осылай подливы дайын болды. Қараңыздар, суы да шығып,
суы себебі шыққаны дұрыс. Себебі осы қамырымыз көтеріліп піскеннен кейін 45 минутқа қойып қоямыз. Піскеннен кейін осы суымен подливына батырып жейтін боласыздар. Менің каналыма міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар. Менің инстаграм парақшама, ютуб каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мен салған видеомды бірінші болып сіздер көретін боласыздар. Сондықтан каналыма жазыла кетіңіздер. Бұнда тәттілер мен түрлі қолжетімді тағамдардың рецептін салып отырамын. Сондықтан менің каналымды жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеле кетіңіздер. Керемет тағам шықты. Міндетті түрде осы тағамды жасап көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.